Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бауыр тортын дайындаймыз. Өте оңай дайындалады, әрі дәмді болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бауырды блендермен немесе мясорубкадан өткізіп аламыз. Оған 2 жұмыртқа, тұз және қара бұрышымызды қосамыз. Видеода көрсетілгендей блендермен жақсылап отырып еземіз. Содан соң сүтімізді құямыз. Кейін ұнымызды қосып араластырамыз. Ең соңынан сұйық майымызды қосамыз. Біздің қамырымыз дайын, осындай сұйықтықта болуы керек. Табаға кішкене ғана майлап, жақсылап жағып шығамыз. Қамырды әрдайым саларда осылай араластырып салған дұрыс. Өйткені бауырдың бөліктері астына түсіп кетуі мүмкін. Табамыз жақсылап қызғаннан кейін ғана біздің қамырымызды құямыз. Мінекей барлығын осылай пісіріп шығамыз. Шамамен 1 минуттан кейін осындай тесіктер пайда болады және де осындай түске енеді. Бұл аудару керек дегенді білдіреді. Екінші жағы біріншісіне қарағанда тез піседі. Сол себептен күйдіріп алмауға тырысыңыздар. Енді салмасын жасаймыз. Табаға май құйып, пиязбен сәбізді қуырып аламыз. Пиязды ұсақтап, ал сәбізді үкіштен өткіземіз. Дәміне қарай бұрыш пен тұзымызды қосамыз. Тортымызды жинау үшін ең алдымен майонезге сарымсағымызды күштен өткізіп қосып аламыз. Жақсылап отырып араластырамыз. Салмасын міндетті түрде суытамыз. Бізде бәрі дайын. Енді бауыр тортымызды жинаймыз. Бауырдың қамырын саламыз. Ең бірінші осылай видеодағыдай майонезімізді жағып, содан соң салмамызды салып шығамыз. Кейін екінші бауыр қамыры, қайтадан майонез, содан соң салмамыз. Осылай жалғастыра береміз. Ең соңынан үстінен қайнатылған жұмыртқаны үкіштен өткізіп саламыз. Біздің бауыр тортымыз дайын болды. Бауыр торты шынымен де дәмді болды. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Сонымен қатар бауыр ағзада өте пайдалы екенін білесіздер. Әсіресе гемоглобин төмен кезде осындай бауыр тортын жиі жеп тұрыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.